Сәлем достар, менің есімім Динара. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге трайфел дайындаймыз. Секер мен сармайды жақсылап араластырамыз. Ағарғанша жақсылап араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқа салып, тағы да араластырамыз. Бөлек ыдысқа оның құрғақ ингредиенттерімізді араластырып, массамыздың үстіне жартысын саламыз. Үстіне қайнап тұрған азғантай су, сүт құямыз. Құрғақ ингредиентіміздің қалғанын салып, тағы да араластырамыз. Жақсылап тағы да араластырып, 3 бөлекке теңдей етіп бөлеміз. Теңдей 3 бөлекке бөліп, тегістеп 250 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Миксерімізге 500 мл сливкимізді жай араластырып бастаймыз. Үстіне творожный сырымызды жай-жайымен саламыз. Әйтпесе іріп кетуі мүмкін. Жай скоросты қойып, жай-жаймен көтереміз. Креміміздің үстіне өткізгіштен өткерілген сахарный пудра қосамыз. Дайын болған коржықтарымызды ыдысымызға ұсақтап, үстіне кремімізді әрлейміз. Секер менен сүт араласқан сиропымызды аздап қоямыз. Видеода көрсетілген кремімізді үстіне тегістеп,